Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, нәзік, балдардың сүйсініп жейтіні коржик әзірлейтін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, видеома лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыстық сүтімізге қантымызды салып, венчиктің көмегімен, я болмаса вилканың көмегімен, шанышқымен, яғни жақсылап араластыратын боламыз. Қант еру керек. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Алдын ала дайындап қойған сұйықтығымызды үстіне құйып араластырамыз. Енді массамыздың үстіне разрыхлитель, яғни қопсықыштымызды салып, және де алдын ала міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып, лопатаның көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Я болмаса қолымызбен жақсылап илеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Видеоның толық рецебін видеоның астына описанияға тіркеп жазып кетем, сол жерден көре аласыздар. Артық ұн қоспаңыздар, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Міне біздің қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып иленді. Енді осы қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымызды алдық, енді ұнды себелеп, оқтаудың көмегімен қамыр жайтын боламыз. Жұқа етіп жаймайсыздар, орташа көлемде жайып шығатын боламыз. Міне қамырымыз жайылды. Қамырымыз сәл сыңғыш болады, ешнәрсе етпейді. Сол жұқа қып жаймаңыздар, қатып қалады. Жұқа қып жайсаңыздар, орташа көлемде жайсаңыздар, өте керемет болып шығады. Міне арнайы кез келген домалақ нәрсемен коржиктерімізді кесіп аламыз. Міне біздің коржиктеріміз кесіп алды. Пергамент қағазын төсеп, жұмыртқаны жағамыз, және де вилканың көмегімен, яғни шанышқымен осылайша узор етіп, сән үшін сызып шықтым. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып, 15 минутта пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, осы видеоға қатысты комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд. Ас болсын.